Қайырлы күн, құрметті тыңдармандарым. Денисов орталық аудандық балалар кітапханасы сіздердің назарларыңызға хронологиялық күнтізбе 2008 жылғы Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналады. Ел 2008 жылы тышқан жылына жаңарған құрылым, дамыған экономикамен қадам басты. Басталған реформалар, жүргізілген құрылымдық өзгерістер нақты жемісін жегізді. Біз осы кезеңде дамуымыздың жарқын көріністерін көрдік. Сүттей ұйыған ұлт пен ұлыстардың береке бірлік, ынтымақ татулығы арқасында жасампаз табыстарға қол жеткіздік. Мұны ел президенті де өткен жыл Қазақстан үшін жан-жақты экономикалық, әлеуметтік және саяси жаңару жолындағы тағы бір сенімді ілгері қадам басқан жыл болды деп қорытындылады. Қаңтар айында Қазақстанға этникалық отандастарымыздың көшіп келу квотасы туралы Қазақстан Республикасының президентінің жарлығы шықты. 17 қаңтар Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қатысуымен Астана қаласындағы президенттік мәдениет орталығында Нұр Отан халықтық демократиялық партиясы саяси кеңесінің кеңейтілген отырысы болды. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев болашақ бағдарламасы стипендиаттарының форумында аталмыш халықаралық бағдарламаны жаңғыртуды ұсынды. 6 шілде 2008 жылғы заңнамаға енгізілген өзгерістер мен толықтырулардың негізінде жаңа мейрам 6 шілде Астана күні тарихқа енді. 6 шілде елордадағы Қазақ елі монументінің ашылу салтанаты болып өтті. Идеяның негізгі авторы елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қытай Халық Республикасының астанасы Бейжіңде өткен 29 жазғы олимпиадалық ойындардың салтанатты ашылуына қатысты. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығымен Қазына тұрақты даму қоры мен Самұрық мемлекеттік активтерді басқару холдингі біріктіріліп, Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қоры болып құрылды. Президенттің айтуынша, біріккен бұл екі алпауыт холдинг енді Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қоры деп аталатын болады. Ол дағдарысты еңсеру бағытындағы қазақстандық үкіметтік бағдарламаның діңгегіне айналады.